Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, біздің келген қонақтар. Бүгін біз сіздермен тәрбие сағатымызды бастаймыз. Олай болса, мен бастайын. Нұрай, сен бүгін сабақта өте нәзік болып тұрсың. Ары қарай да осылай құлпырып жүре бер. Ары қарай жалғастырамыз, Нұрай. Ты красивая. Олай болса, бүгінгі сабақтың тәрбие сағатымыздың дәйек сөзімен таныс болсаңыздар, қызмет ету адамгершілік қасиеттерін бойымызға дарытады. Ал кім бұл дәйек сөзді қалай түсінді? Кім айтады? А какие качества развивает? Мелкая моторика развивается в руках. Еще? Еще? Ответственность. Какие качества развиваются? Ответственность, молодец. Не надо. Bir-birimizden tanısамыз. Бір-бірімізбен танысамыз, тағы да қандай қарым-қатынас болады топтық жұмыста? Ұйымшылдық болады, жаңа таныстар, жаңа дос табасыздар. Бүгінгі біздің тәрбие сабағының тақырыбы қызмет ету қуанышы. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы айта кеттік және мақсатына көшетін болсақ, колледж студенттерімен бірге қонаққа келген балалармен өзара сыйластық, қарым-қатынас орнатып, тілімізді, ойымызды дамыта отырып, жаңа тақырыпта қол моторикасын дамытуды меңгеретін боламыз. Енді мен сіздерге қазір осы шамды таратып беретін боламын. Әр топтың алдына қоямын. Не себепті мен сіздерге бұл шамды таратып жатырмын? Себебі топтық жұмыста осы шамнан алатын жылуды бойымызға сіңіре отырып, осы топтық жұмысты ары қарай ұйымшыл болып жалғастыруымыздың мақсатында сіздерге осы шам әдісін қолданып жатырмын. Келесі кезекте тәрбие сағатымыздың келесі кезеңіне өтетін болсақ, мен сіздерге қазір текст оқитын боламын. Егер түсінбей жатсаңыздар, сұрақтарыңыз болып жатса, қойсаңыздар болады. Қазір енді жайғасып отырамыз, барлығымыз көзімізді жұмамыз. Табиғат аясында келе жатқан секілді өз көзімізге соны елестетеміз, жақсы ма? Біз тауда жүрміз деп елестетіңіз. Таңертеңгі уақыт. Күннің алғашқы сәулелері пайда болды. Ауасы таза, мөлдір, баяу, терең тыныс алыңыз. Жеңіл жел біздің бетімізге жағымды әсер етеді. Жүрегіңіздің соғуын тыңдаңыз. Өйткені біздің жүрегіміз тыныштық, махаббат, жақсылық орталығы. Күннің нәзік сәулелері бізді жылытады. Біздің денемізді, қолдарымызды, ойларымыз бен тілектерімізді жылытады. Ойларыңыз таза, қолдарыңыз жақсылық пен ғажайыптар жасауға дайын. Барлығыңызға бүгінгі күніміздің сәтті өтуін тілеймін. Бүгінгі алған біліміңіз сізге пайдалы болады деген үміттемін. Бұл әдіс балалардың шаршағандығы байқалған, эмоциялық көңіл күйлері төмендеген жағдайда олардың белсенділігін арттыру үшін қолданылады. Ал көзімізді ашамыз. Открываем глаза, көзімізді ашамыз. Қандай сезімде болдыңыздар? Демалып қалдыңыздар ма? Ал білім алушылар, келесі кезеңге өтетін болсақ, біздің тақтамызға назар аударсаңыздар, мен сіздерге қазір бейнетаспа қосамын, сол бейнетаспаға мұқият қарап назар аударыңыздар. Жақсы ма?
Ал балалар, өздеріңіз экранда көргендеріңізде бейнетаспаны, біз қазір мастика арқылы біздің арыстанның мүсінін жасайтын боламыз. Мен сіздерге қазір мынандай карточкалар таратып беремін. Нұсқаулық карточка ретінде. Қалай жасалатыны жөнінде барлығы нұсқаулықта көрсетілген. Мастикамен жұмыс жасау барысында міндетті түрде бірінші қолда оны жұмсартып аламыз. Егер сіздер жасайтын кезде қолдары қоңыр болатын болса, немесе көздері ақ болатын болса, сіздер міндетті түрде бояғыш заттарды, қоспаларды қоссаңыздар болады. Сол арқылы сіздер өте әдемі мүсін жасайды деген ойдамын. Ал жұмысымызға кірісейік ондай болса. Сабақтан өздеріңіз көріп отырғандай, еріктілер тобының мүшелері мүгедек балалармен бірге тәрбие сабағында мастикадан мүсін жасау арқылы өзара сыйластық қарым-қатынас орнатты. Біздің топ мүгедек балалармен үнемі байланыста болып, оларды колледждегі іс-шараларға қатыстырып отырады. Ал балалар тәрбие сабағымызды қорытатын кезде келіп жетті. Бүгін барлықтарыңыз өте керемет жұмыс жасадыңыздар, өте әдемі мүсіндерді өз қолдарыңызбен жасадыңыздар. Енді соның жұмыстарыңыздың бағалау мақсатында мен сіздерге азғантай сыйлықтар табыс еткім келіп тұр. Ал білім алушылар, бүгінгі тәрбие сабағымыздан қандай әсер алдыңыздар? Сіздерге ұнады ма? Қандай қиындықтар сіздерде кездесті мастикамен жұмыс жасаған кезде? Қолғапсыз жұмыс жасаған ыңғайлы ма екен, әлде қолғаппен ба? Қандай әсер алдыңыздар? Кім бөліседі? Biz topпен жұмыс жасадық, жақсы жұмыс жасадық және болашақта да осы қатысушылармен ара-қатынасымызды жақсы дамытамыз деген ойдамын. Негізінде бұл жұмыс аса қиын тудырған жоқ, бірақ қолғапсыз жұмыс жасаған ыңғайлы. Өте керемет, рахмет. Тағы кім қандай әсер алды? Кім бөліседі? Ира, расскажи свои впечатления. Мне очень понравилось, спасибо вам. И как вам? Легко было или как? Да? Легко? Еще кто скажет? Кім айтады тағы? Мен айтсам ба? Айтыңыз. Бүгін сабақ қатты ұнады. Қатты ұнады? Несімен ұнады? Бірге жасаған. Бірге топпен жұмыс жасаған, иә? Ұйымшыл болып үшеуіңіз өте керемет мүсінді ойлап тұрдыңыздар. Тағы кім айтады? Мне очень понравилось лепить из мастики. У вас прям красиво получилось. Өте әдемі қоян сіздерде шықты жаңағы мастикамен жұмыс жасаған кезде. Тағы да кім айтады, қыздар? Жоқ, отырмайды. Ой, өте тамаша, рахмет.
Біз де өзімізге өте жақсы достар таптық деп ойлаймын, иә? Солай ғой, қыздар? Біз бүгін тәрбие сағатымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Топпен жұмыс жасадық. Ұйымшылдықтың арқасында өте керемет арыстанның, қоянның мүсіндерін жасадық деп ойлаймын. Бір-бірімізге жүректен шыққан лебіздерді білдірдік. Өте сондай сіздермен бірге жұмыс жасаған маған өте қатты ұнады. Рахмет сіздерге. Мен бүгінгі сабақта колледж студенттерімен бірге мүмкіндігі шектеулі жандарды сабаққа қатыстыра отырып, сабақ барысында өзара сыйластық қарым-қатынас орнаттым. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандардың тілін, ойын, қабілетін және қол моторикасын дамытуға көмектестім. Қазіргі уақытта мемлекеттің басшылығымен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бағдарламалар жасалып, жұмыстар жүргізілуде. Ел жастары, балалар мен жастардың тәрбиелеудің Алматы өңірлік бағдарламасы бойынша бүгінгі топтық жұмыс барысында жастарды еңбекке баулыдым. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ата-ана мен педагогтардың орны ерекше болады ғой. Сондықтан бүгінгі сабағымның нәтижесінде мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін кез келген ортадан, қоғамнан, жалпы адам өмірінен алшақ ұстап қалмас үшін олардың еңбекке үйрету арқылы өмірде өз орнын табуға, өмірге икемді жеке тұлға болып қалыптасуына аз да болса өз үлесімді қоссам деген мақсатыма жеттім.